7 сатының адамының дүниедегі болмағаны. Онда менің ойымша оның бұл жерде моласы да болмауы мүмкін. Өлімі де болмауы мүмкін. Ол сол 7 сатының құрылысшының енді мүмкіншілігі. Бұрын адамзатта мына құтқарушыдан басқа денесі қалмаған бұл дүниеде. Адамдар бар ма? Жаңғыз неде Тауратта бар, Енох деген. Енох содан кейін Елисейдің ұстазы Ильяс. Қызыр пайғамбар, Қызыр Ильяс. Қызыр Ильяс. Сол тірідей аспаннан кеме түсіп ракета. Оны алып кеткен. Оны талай адамдар көрген, ол Тауратта оның оқиғасы бар. Елисей оны көріп, соған ұстазының сөзі қалды сонда жазбада. Ол айтты Елисейге. Сол ақсарбаздың өмірінің біреуісі Елисей. Соған айтты Ильяс. Мен енді аспанға кететін болдым бұл дүниеден. Сен енді менің орнымды басасың. Ол сұраптан, сенің қандай не өтінішің бар деді сонда Елисейге. Ұстаз. Елисей айтты сонда, ұстаз, менде сонда сенің күшіңнің күші екесі үлкен болсын депті соның тілегі. Онда оған Ильяс айтты, онда менің қалай аспанға кеткенімді көрсең, ол орындалады. Көрмесең, онда өзі болың өзіңе депті. Тәпсіден кейін олар сол Иорданның жағасына келіп тұрғанда, төбеден аспаннан кеме түсті. Ешқандай несі оты жоқ, соған Елисей мініп көтеріліп кетті. Халық көрді ме оны? Көрді. Сол жерде балықшылар, сол жерде аңшылар жүрген, қасында жүрген малшылар. Талай адамдар көрді соны. Талай адамдар көрді. Сөйтіп ол Тауратта жазылған түрінде қалды. Өзгерусіз. Сонда екі адам сонда бұлай Таураттың несіне жазбаумен, біреусі Енох, ол тірідей аспанға алынған деген кішкентай сөз бар. Өлімді көрген жоқ деген бұл дүниеде. Екіншісінде аштан ашып Ильяс. Сол кетті соған. Ғарыш кеңістігіне. Гиперкеңістікке. О да құрылысшы Ильяс. Ал енді 7-ші дәрежелі ғарыш құрылысшысы ретінде Ақсарбаздың бұл дүниеден өлмей өтіп кетуі, ол қалай жүзеге асуы мүмкін? Ракета келіп қалып кетеді. Гиперкеңістікке. Олар күтіп отыр ғой. Олар күтіп отыр. Қашан босанады, өз міндетпен бір жерде қарыздарынан қалғандар қарызы қалды ғой. Нағыз үлкен қарыз, ол халықтың алдындағы қарыз. Ұлттық қарыз. Бірақ ұлттық қарыз енді ғарыш қарызына несіне кармасына түскеннен кейін, ол қарманың ғарыштың кармасының жолы сол. Бәрі бірдей. Басқа елдің ондай шамасы жоқ. Басқа елдің құрылысшының да ондай шамасы жоқ.